жылы шыққан атыс шабыс жанрындағы провинциалы фильмнің шоуын ұсынамыз. Жоғарғы сыныпта оқитын Хан Сүйон түнгі уақытта қарамастан көпірмен келе жатыр және жанына келген машинаға отырып белгісіз бір жерге кетіп қалады. Йок Ки Чоль бокстан тәжірибелі жаттықтырушы. Ол қолына бокстан жеңген кубогын алып әлдебір мейрамханаға кетіп бара жатыр. Бұл кубокты оның шәкірті жарыста екінші орын алған үшін берілген. Негізінен ол бірінші орын алған, бірақ бокс федерациясы жемқорлық арқылы бірінші орынды басқаға беріп жібереді. Мейрамханада бапкер осы шенеунікті кездестіреді. Ол өзін мықты санап бапкерді төменсітеді. Шенеунікті ұрғаны үшін Ки Чольді бапкерлік қызметінен қуады. Осы себепті оның қарындасы оған шағын қаладан дене шынықтыру ағайдың жұмысын тауып қояды. Жаңа жұмысына барар жолда Ки Чольдің көлігінің баллоны жарылып көмек шақырады. Ол жердегі тақтайшадан қызға сұрау салған парақтарды байқайды. Айта кетсек, бұл фильмнің басында қыз еді. Хабарландыру қағаздарына біреулер сызып мазақ қылып кеткен екен. Белгіленген жерге жеткен соң бапкер көшеде Кан Ю Чжинға бірнеше қыздың тиісіп тұрғанын байқайды. Ю Чжин жоғалған қыздың құрбысы болғандықтан оның хабарландыру парағына жазылған мазақтауларға ашуланып оны жазған мына қыздарға сөйлеуде. Ки Чоль оларды тыныштандырмақ болғанда араларында біреуі ісімізге араласпа дейді. Кейіннен бапкер өзінің бұрынғы шәкірті Дон Суды кезіктіреді. Ю Чжин жоғалған қыз Сүйонның әжесіне барады. Ол тек әжесімен тұрады. Полиция із-түзсіз жоғалған қыз жайлы дұрыс іздестіру жасап жүрмеген еді. Қыз өзінің құрбысымен жүрген кездерін есіне алып, одан кейін оның ойына Сүйонның клубта болуы мүмкін деген ой келеді. Мектеп оқушыларының оқу ақысын жинауды тапсырады. Директор жаңа қызметкерді басқаларына таныстырады. Ки Чоль суретші Джейсон мұғалімнің жанына орналасады. Үзіліс кезінде Ки Чоль асханадағы оқушылардан ақша жинауды бастайды. Бірақ ешқайсысының ақша бергісі жоқ. Бапкер Ю Чжинге де бұл жайлы айтады, бірақ ол кері тартады. Біраздан соң Ки Чоль Ю Чжиннің мектептен қашып бара жатқанын көреді. Бірақ ол жол жағасында ойыншық автоматына көзі түсіп, сонымен ойнап өмірінде бірінші рет ойыншық жеңеді де біраз уақытын жоғалтады. Жолжөнекей Ки Чоль Тағы да сол ауырлық Фистал Н тойып кеткен кездегі жайсыз сезімді басуға көмектеседі. Фистал Н ас қорытуды жақсартуға арналған. Жолжөнекей Ки Чоль Ким Ките мырзаның дауыс беру үшін халыққа сөйлеп жатқандығын көреді. Негізінен бұл адам өте жемқор және қатыгез еді. Ю Чжин клубты тауып ішіне кіреді. Ол іштегілерден Сүйон жайлы бірдеңе білесіңдер ме деп сұрайды. Бірақ олар жақсы адам болып шықпайды да қызды ұстай береді. Осы кезде келген Ки Чоль олардың қызды құтқарып шыққан соң оған полиция жасайтын іске араласпауын айтады. Ол оқушыны жеткізіп салып үйіне қайтады. Жолда Ю Чжиннің артынан адамдар келіп оны шокермен талдырып көлігіне салады. Ал Ки Чоль көлігінде қыздың қалып кеткен телефонын байқап артқа қайтса, ұрлықшы көлікті көреді. Оларды қуып жетіп Ю Чжинді ауруханада апарады. Олар детективтерді шақырады. Күйеуі жапа шеккен қыздың жоғалған Сүйонның құрбысы екендігін естіп бірдеңе жасырғандай кетіп қалады. Бапкер Ки Чоль Дон Судан жоғалған қыздың ісінің дұрыс жүріп жатпағандығын, осы жай ғана үйінен кетіп қалды деп есептейтіндіктерін естіп, бұл істі өзі қолына алады. Ки Чоль қыздың әжесіне барып арыз жазуға көндіреді. Солай жасау арқылы ғана полицияның жұмысын жасауын міндеттей алатын. Кейіннен Сүйонның мұғалімінен мағлұмат білуге тырысқанымен, ол қыздың осыған дейін сабақ уақытында қыдыратындығын айтып, қазір де дәл солай жүр дейді. Басқа мұғалімдер де қыздың жай үйінен кетіп қалды деп есептейді. Осы сөздерді естіген Ю Чжин бапкерге үлкендердің бұл сұмдық оқиғаға жай ғана көз жұмғысы келетіндігін айтады. Осыдан соң Ки Чоль терезеден шыққан түтінді байқап барса, онда қыздар темекі шеккен екен. Бапкер оларға ұрысып қалған темекілерді іздей бастайды, бірақ оның орнына басқа зат табылады. Ол әжетханадағы камера еді. Осы жайлы директорға барып айтқанымен, директор осы әңгімені енді қозғамауын бұйырады. Бапкер камераны өзі қарауды шешті. Видеодан көру арқылы камераны орнатқан сурет мұғалімі Джейсон екенін біледі. Ол ұятсызды жазалау үшін келеді. Бірақ ол ендігі жұмысын аяқтап кеткен екен. Ки Чоль суретшінің ноутбугын тексереді және ол жерден Сүйон жоғалған күні онымен жазылған хаттарды табады. Бұл Джейсон бірдеңе біледі деген сөз. Сондықтан Ки Чоль Дон Суға хабарласады, бірақ ол көтермейді. Кейін Чоль қызға жаймендеп болған жайды айтып бара жатқан жерінің адресін сұрайды. Қыз тыныш адресті жазып жібереді. Жолда қыз суретшінің мойнынан Сүйонға берген алқасын байқап, оны қайдан алғанын сұрайды. Қыз есін жиса Джейсонның үйінде екен және ол жерден Сүйонның телефонын байқайды. Қыздың қуанышына орай онда Ки Чоль келіп суретшінің бір ударын береді. Суретші Ки Чольдан аяуын сұрап, бар шындықты айтамын дейді. Оның айтуынша сол түні Сүйон клубтан шығып суретшіден үйіне жеткізіп тастауды сұраған екен. Кейін жарты жолдан соң түсіп қалады. Сәлден соң суретші қызға алаңдап қайтып барса, Сүйон жоқ, тек оның сынық телефоны табылған екен. Суретшіні полицияға апарады. Ал детективтер қайта істі жауып Ки Чольді жібереді.
Ол кеткен соң детектив біреуге хабарласып, абай болуын ескертеді. Келесі күні директор Кичольді жұмыстан шығарып жібереді. Бапкер ендігі не істейтіндігін ойланып тұрғанда, оған Дон Суа хабарласып, көпірге келуін сұрайды. Ол жерде Дон Су бапкерге өлген Суйонның денесін тапқандығын айтады. Ю Чжин бұны естіп қайғырады. Ал Кичольдің ойынша Суйонның басында болған оқиға Ю Чжинге де орын алуы мүмкін. Себебі ол көп нәрсені біледі. Дон Су жанындағылардың жұмысына көңілі толмай, өз бетінше детективтің сұрамасындағы Суйонның істен шыққан телефонын алып кетеді. Бірақ оны бұл кезде полицейлер бақылап отырған еді. Танысына апарып телефонды жөндетіп ішін қараса, қыз жоғалардың алдында бұрын клубтың жұмысшы әйеліне хабарласқанын көреді және Кичольға айтады. Қызметкерлермен сөйлесу арқылы Суйонның осы жерде әнші болып жұмыс жасағандығын біледі. Сол түні бұл жерде мэр Ким Ките, полиция басшысы және мектеп директоры көңіл көтерген екен. Кейін Суйон әжесінің жағдайы нашарлағанын естіп үйіне қайтқан екен. Бірақ ондағыларға бұл ұнамай, Пак атты жігітке әнші қызды қайтып әкелуді тапсырады. Осы жерден қызметкер әйелдің білетінін таусылады. Сосын мұнда клуб басшысы Пак келіп өзінің адамдарын Кичольға жібереді. Сол арада төбелес болып, боксер барлығын құлатып, Пактың қолындағы пышағына қарамай оны жауапқа тартады. Оның айтуынша қызды ол өлтірмеген екен. Сол күні іздеп барғанда әжетханада тұншыққан күйі тапқанын айтады және де қызды Джессінің өлтіргені белгілі болады. Ол қызды жолдан қалдырған соң қайта барып оның құртқан екен және де ол полиция басшысымен бұл қылмысты жабуына келіскен болып шықты. Мұны білген Кичоль Дон Суға хабарласып, суретшінің ісін айтқанымен ендігі оны босатып жіберіпті. Ю Чжинға қауіп төніп тұрғанын сезген Кичоль оған хабарласады, бірақ ол телефонын көтермейді. Көлікпен асқан күйі ол суретшінің үйіне барады. Қыз өкінішке орай суретшінің қолына түскен екен. Бір уақытта олар тұрған бөлмеге суретшінің әкесі Ким Ките кіреді. Бұл кезде жігіт қызды тығып қойған еді. Әкесі ұлына Америкаға кетуді айтады, себебі оның жасаған қылмысы оның мансабына зиян тигізуі мүмкін. Кейін әкесі жасырылған Ю Чжинді тауып, оның шаруасын тындырады. Ю Чжинді ауруханаға асығып апарады. Сайлау бітіп, Ким Ките қала әкімі атанады. Бұл жайлы телевизордан көрген Кичоль ашуланады. Ол жолда келе жатқан Китеннің көлігінің жолын кесіп, оны апатқа ұшыратады. Боксер оның күзетшісін ұрып түсіреді. Осы кезде полиция келеді. Дон Су полиция басшысы мен Китеннің қылмыстарын жоғары жаққа айтқан екен. Екеуін түрмеге жабады. Ю Чжин сауығады. Кичоль оған автоматта отқан ойыншығын сыйлап, олар жаңа өмір бастауға кетіп қалады. Егер фильм ұнаса, лайк басып комментарияға өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал келесі шығарылымдарды өткізіп алмас үшін біздің арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.